Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 20 желтоқсан сенбі, тақырып тағы да Украина соғысы жайында. ақш пен Украинаның өкілдері кезекті рет Вашингтонда кездесіп, Ресей Украина арасындағы соғысты тоқтатудың жолдарын ақылдасып жатыр. Қазірге дейін екі тараптың қандай да бір келісімге келгендігі туралы ақпарат жоқ. Дегенмен ақштың мемлекеттік хатшысы Марко Рубио тараптар соғысты тоқтату үшін 24 сағат бойы білек сыбана жұмыс істеп жатыр деп мәлімдеді. Сонымен қатар батыс ақпарат құралдарының дерегіне қарағанда, алдағы уақытта ақштың өкілдері Ресей тарапының өкілдерімен де кездесіп, соғысты тоқтатудың жолдарын ақылдасатын көрінеді. Ал бүгін Украина президенті Зеленский мәлімдеме жасап, ақш келіссөздің жаңа жолдарын ұсынуда. Атап айтқанда, алдағы уақытта ақш, Украина және Ресейдің бетпе-бет келіссөзі өтуі мүмкін. Оған Еуропа елдерінің де өкілдері қатысады. ақш бұл ұсынысты Ресейге де айтып көрмек деп мәлімдеді. Ал енді Майдан даласындағы жағдайға келсек, кеше-кеште Ресей қарулы күштері Украинаның Одесса қаласына соққы жасап, порт қалада 8 адам қаза тауып, 27 адам жарақат алды. Жалпы соңғы кездері Ресей Одессаға болған соққыны барған сайын үдетіп барады. Ал Украина болса, кеше түнде Қырымдағы Белбек әуежайына соққы жасады. Соққы салдарынан аталған әуежайда тұрған Ресейдің екі бірдей Су-27 жойғыш ұшағына дрон соғылғаны мәлім болды. Сонымен қатар Украина қарулы күштері жұма күні Каспий теңізіндегі Ресейдің тағы бір мұнай нысанына соққы жасағанын мәлімдеген болатын. Кешеден бері шу болып жатқан тағы бір тақырып бар, ол болса Ресейдің барлаушы ұшақтары Түркия жерінен табылуы. Атап айтқанда, қазірге дейін Ресейдің екі бірдей барлаушы дроны Түркия аумағынан табылды. Тіпті оның бірі Стамбулдан 140 шақырым жерге құлағаны мәлім болды. Қазірге дейін Түркия тарапы бұл барлаушы дрондарға қатысты Ресейге қандай ескертулер жасағаны жайлы ақпарат жоқ. Соңғы кездері Түркия Ресейден сатып алған С-400 әуе шабуылынан қорғану жүйелерін Ресейге қайтарып берудің жолдарын қарастырып жатқаны батыс ақпарат құралдарында айтылған болатын. Жалпы Түркия Ресейден С-400 әуе шабуылынан қорғану жүйесін сатып алғаннан кейін, бұл НАТО елдерінің, әсіресе ақштың қатаң наразылығына ұшыраған болатын. Осыдан кейін ақш тарапы Түркияға F-35 ұшақтарын сатып беруден бас тартқан еді. Бірақ соңғы кездері Түркия қайта ойлана бастағандай. Атап айтқанда, Ресейдің С-400 әуе шабуылынан қорғану жүйелерін Ресейдің өзіне қайтарып беріп, ақшпен болған қарым-қатынасты нығайтып, ақштың F-35 жойғыш ұшақтарын сатып алуға құлшынып жатыр. Енді міне дәл сол Түркия даласынан Ресейдің де барлаушы ұшақтарының табылуы Ресейдің НАТОның әрбір елін қалт жібермей қадағалап, бақылап отырғанын аңғартқандай. Салыстырмалы түрде айтқанда, Түркия мен Ресейдің қатынасы біршама жақсы, бірақ соған қарамастан Ресейдің барлаушы дрондарының Түркия жерінен табылуы бұл НАТО мен Ресей арасындағы қақтығыстың да жақындай түскенін айқындағандай. Өйткені осыған дейін Еуропа елдері Ресей 2030 жылы Еуропа елдеріне шабуыл жасауы мүмкін деп ескерту жасаған болатын. Ал бүгін Украинаның бас барлаушысы буданып ескерту жасап, Ресей НАТОға қарсы тікелей соғысты 2030 жыл емес, 2027 жылы бастауы мүмкін. Бұған Еуропа қаншалықты дайын деп мәлімдеме жасады. Ал бүгін Рейтер агенттігі болса, ақш барлауының ескертуін жариялап, Путиннің мақсаты Украинаны толық басып алып, бұрынғы КСРО елдерін қайтару екенін ескертті. Тіпті НАТО қарауындағы Балтық елдері де осы тізімде деген мақала жариялады. Яғни Путиннің мақсаты Украинаны толық жаулап алғаннан кейін НАТО құрамына еніп кеткен Балтық жағалауындағы елдерді де өзінің құрамына қайта қосып, Кеңес одағын қайта тірілту мақсаты бар деп ескерту жасады. Әрине, Путин осыдан бұрында бұл мәселе туралы айтқан болатын. Яғни Кеңес одағының тарап кетуінің өзі тарихи қателік деген мәлімдеме жасаған. Яғни Путин Кеңес одағының шекпенінен шыққан барлық елдерді ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстағысы келіп тұр. Ресейдің Украина аумағына басып кірудегі бір мақсаты да осы тарихи
жоспарымен қатысты болуы да мүмкін дейді көптеген сарапшылар. Әрине, Ресейдің Украинадағы әскери мақсаты орындалатын болса, одан кейін кезекте Молдова немесе басқа мемлекеттер тұруы ықтимал. Егер Украинаны басып алса, басқа елдерді әскери жолмен немесе басқалай қысым жасау жолымен қосып алу Ресейге қиын соқпауы да мүмкін деген болжам жасап отырған сарапшылар да бар. Дегенмен бұған әлемдік қауымдастық жол қоймайтыны белгілі. ақш тарапы болса, егер Ресей алдағы уақытта кезекті рет келісімге келуден бас тартса, оған санкция салудың жолдарын қарастырып жатқан көрінеді. Кейбір қайраткерлердің мәліметіне қарағанда, ақш қазірдің өзінде Ресейге бірнеше ауыр санкциялар дайындап қойған тәрізді. Тағы бір айта кететін маңызды жаңалық, 20 желтоқсан күні ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияда Жапония және Орталық Азия саммитіне қатысып жатыр. Әрине, бұл саммиттің ролы айрықша, өйткені Орталық Азия және Жапония саммитін 2004 жылы алғаш рет Жапон елі ұйымдастырған болатын. Кейін бұл саммиттің керегесі кеңейе түсті. Атап айтқанда, Орталық Азия, Еуропа, Орталық Азия, Қытай, Орталық Азия, ақш, Орталық Азия, Италия болып саммиттің қамтитын көлемі де ұлғая түсті. Бұл бір жағынан Орталық Азияға болған алпауыт елдердің таласының күшейе түскенінде аңғартады. Әрине, Орталық Азияның қазір стратегиялық орны барған сайын көрнектіленіп келеді. Әсіресе ақш, Еуропа одағына мүше мемлекеттердің Орталық Азияға болған ынтасының күшеюі Орталық Азияда орналасқан Қазақстанның стратегиялық маңызын айрықша айқындай түсті. Әрине, Орталық Азия Жапония саммиті сияқты саммиттер бұл Қазақстан үшін де тиімді. Атап айтқанда, өңірдегі Ресейдің ықпалын азайтып, Қытаймен болған тепе-теңдікті сақтауға да өз пайдасын тигізетіні бесенеден белгілі. Осы тұрғыдан алғанда, мемлекет басшысының Жапониядағы бұл реткі сапарының да мәні айрықша. Демек, Орталық Азия, ақш, Орталық Азия, Италия, Орталық Азия, Жапония саммиттерінің өткізілуі өңірлік саяси тепе-теңдікті сақтауда да өз маңызын көрсете бастады. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.